Біздің балалар телефон ұстамайды ғой. Қалай үйреткенімді айтайын ба? Ол былай болды. Біздің балаларда барлық балалар сияқты телефон ұстап, роликтер көріп, ойындар ойнап жүрді. Бірақ мен іштей үнемі ойланып жүретінмін, осы балаларды қалай телефоннан ажыратсам болар екен, басқа пайдалы нәрсемен айналысуына қалай бағыт-бағдар берсем екен деп ойланып жүрдім. Сөйтіп жүрген кезде бір дәрігермен жолығып қалдым. Ол дәрігер маған осы гаджеттердің баланың жетілмеген психикасына қалай әсер ететіні туралы, көру қабілетіне қалай зиян келтіретіні туралы пікір білдірген кезде маған сол қатты әсер етті де, осы балалардан телефонды мүлдем алып тастаймыз деген шешімге келдік жолдасымыз екеуміз. Сөйтіп балаларға түсіндіріп айттық: балалар, сендер күндай уақыт аралығында телефонды мүлдем ұстамайсыңдар. Осы шартты орындасаңдар, жазда телефон алуға рұқсат береміз дедік. Әрине бастапқыда қарсылық танытып жылады, бірақ біз позициямыз нық екенін түсіндім. Әйтеуір білмеймін, қазір 3 айдан астам уақыт болды. Балалар мүлдем телефон ұстамайды. Мінекей менің осындай шағын тәжірибеммен бөліскім келіп отыр. Каналыма тіркел